Бәріңе сәлем достар, сіздер бірге мен Дервин Жотам, қалайсыңдар достар. Короче достар, бүгін мен сіздерге телефонный Майнкрафтта қалай ПК-ға айналдыратынын көрсететін боламын. Достар, оны біз настройкадан істейміз. Ол ешқандай да мод емес, ол любой версияға істей береді. Қазір мен 1.8.0.11 версиясында отырмын. Ал енді ол үшін біз оны істеу үшін настройкаға кіреміз. Настройка кірген соң касание деген бөлімге өтеміз да раздельный элемент управления дегенге осына қосып қоятын боламыз. Короче, сосын біз видеоға өтеміз. Видеоға өткеннен кейін астыға түсеміз да осына классический дегенге қоямыз. Классический дегенге қойсақ инвентарымыз өзгереді, кәдімгі әдемі болып. Не бар? Енді выбор контура деген қайда? Выбор контура осыны қосып қоямыз, выбор контураны, және де артқа қарай өтеміз біз. Мен сіздерге мирға кіріп көрсетейін. Мирға кірдік, міне вот выбор контураны қосқандай осылай төртбұрыш болып әдемі болып тұрады. Енді қазір мен сіздерге инвентарға кіріп көрсетейін. Вот инвентарға кірсек осылай әдемі болып инвентарымыз осылай өзгеретін болады. Басқаша төртбұрышты емес, вот осындай әдемі болып тұрады ПК-дағыдай. Мұнда мен қазір есікті алып көрсетейін. Басқа нәрселер өзгерген жоқ. Жүретін кнопкалар олар жоқ болып кеткен жоқ. Енді осылай міне вот осындай әдемі болып кетті. Хотя бы бұрынғыдан жақсы. Келесі достар, келесі бөлімде мен сіздерге модты қалай тартатынын көрсететін боламын, осының ПК-ның модын. Сіздерге ұнаса лайктарыңды басыңдар. Ал ендеше видео аяқталды. Сау болыңдар достар.